Қазір барам житель күтіп тұр. Ассалаумағалейкум, че там қалайсың житель? Жақсы, өзі қалайсың? Олжас, сен бұдан үйіңді сатшы, мен саған 5 миллион теңге беремін. Үйіңді сатшы дегенде мынау менің жалғыз ғана үйім, іші жайлы, әдемі. Бұл менде жалғыз ғана үй, басқа үй жоқ. Бұдан кейін мен сатамын, ренжіме. Олжас, мен саған жарайды 5 миллион емес, мен саған 15 миллион теңге беремін. Өтініш сатшы бұдан үйді. Маған үй қатты ұнап қалды. Жарайды 15 миллион мен 20 миллион. Жоқ, житель сата алмаймын. 20 миллион бірақ ойлануға болады екен. Бірақ та ренжіме, бірақ бұдан кейін менде вообще үй жоқ деген айтқан түсетін шығарсың енді. Ренжіме, сатамайын. Жарайды ойна, мен қазір бір айналып келем, сен оған ойланып кел, мақпал. Болды, житель бар, ойланып кел. Достар, 20 миллион берем дейді, мына үйді сатса дейді маған 20 миллионға. Бір ойланатын ақша екені 20 миллион деген енді көп қой. Сатсам ба, сатпайын ба деп тұрмын да, ойланып тұрмын. Житель барса бір айналып келсей, мен де огородын жинатып тастайын оған дейін. Так, ё-моё, ойланып болған сияқтымын. Сатайын ба, сатпайын ба деп әлі ойланып отырмын, бірақ та қазір мына екі пешті анаға қойып келейін, қазір сыртқа. Так, жителдер не қылып тұр? Так, опа. Так, все болды. Жителдер сендер не қылып тұрсыңдар мына жерде, түсінесіңдер ма? Мен бағанде бірақ жителге ғана айтып едім, талпа болып келген едім даналарын. Ё-моё. Не болды жителдер? Так, мен бүйтіп қойып қойсайын. Че там жителдер, не болды? Не жағдай айтыңдаршы, не болды? Неғып бүйтіп кеп қалдыңдар барлығын? Олжас, үйді маған сатшы. Жоқ, маған сат үйді. Жоқ, маған. Негізі мыналар бір сәл-пәл бір қуама барлығы менің үйіме келіп отқан, сатып алу үшін. Жоқ, не үшін келді бұлар? Жителдер маған түсіндіріңдерші, не қылып келдіңдер менің үйіме? Еще ё-моё, талпа болып келген оналар. Қанша осындар өссіңдер, сендер негізі таза қуынбай келсіңдер. Олжас, сен маған үйін сат, мен саған 20 миллион теңге беремін. Точно сен бересің бе 20 миллион теңге? Сен 20 миллион теңге береді дегенге сенбеймін жоқ-та. Так, сен 30 миллион дейсің ба? Қыздан сендер точно қуасыңдар, негізі сен 30 миллионның ақшасы емес мынау. Олжас, мен саған 50 миллион теңге беремін, сатшы маған. Ё-моё, 50 миллион теңге берем дей ма? Сен қайсың 50 миллион берем деп отқан? Ема, так, ойланатындай екенін 50 миллионға мен бұдан да мықты үйлерді ала аламын ғой. Так, сен ба 50 миллион берем деген? Олжас, мен 50 миллион теңге берем саған, сатшы маған. Бірақ та жителдер, мен бұл үйді сататын болсам, бұдан басқа менде вообще үй жоқ, сондықтан да сата алмайтын сияқтымын. Сендерге ренжімеңдер енді маған. Қазір маған ренжіп келіп үйімді жердің астынан қазбап көтеріп алып кетіп жүрмеңдер мақұл ма? Мен саған 110 миллион теңге беремін. Жоқ, сізге артық болып кетті 110 миллион деген. Ойпа, мына кузицаны, кішкене ғана кузицаны 110 миллионға алам дегендер. Қуама, өтірік анада, онда 110 миллиондай ақша жоқ қонада. 110 миллион еще қанша зимут болады ол, ё-моё. Математикадан жақты ғой. Жителдер тарқаңдар бар, мен үйімді сатпаймын, барлық құрыңдар енді. Яқып тұрсыңдар, болмаса қазір бір айналып кеңдер, бір-екі сағаттан соң ба, мен жақсылап тұрып ойланып алайын мақұл ма? Олжас, берге сен Олжас, мен саған бір айтам. Айта бер, че там не болды? Олжас, үйіңді сатпа, себебі үйінің астында бір сандықта байлығы жатыр. Сондықтан да үйді сатушы болма. Жителер, сендер барлығын ақша екен өтірік шөп баратсыңдар. Ё-моё, үйдің астында қандай байлық? Ё-моё, қоғасыңдар сендер таза. Олжас, сен ойлансай, мына үйді 110 миллионға не үшін алып жатыр? Ойлансай кішкене. Топас, айтпасай. Бірақ шынымен де ойланатын зат екені. Так, ё-моё. Мына үйді шынымен де бірақ 110 миллионға мына кішкене көңілсі не үшін алып жатыр? Так, мыналарды тарқаттырып мен тексерейін. Жителдер құрыңдар болды, тарқаймыз. Так, мен қазір бір ойланып көрейін, бірақ та сатайын ба, сатпайын ба деп. Так, мынақта жителдер қайтып екен бір көрейін. Так, жителдер барлығы қайтып кетіпті. Так, ё-моё, бір тексеріп алсам бекен, жердің астын қазып, үйдің астын бір қарасам бекен деп тұрмын бір. Так, ё-моё. Так, бетекші. Қазақ кеттік, тексерейік. Не деймін, шым болып қалды мүмкін ғой. Хоп. Так, білмені осындай жетіп қалу керек.
так енді армен қарай алдыға қарай қасып кетейік. Так былай қазайық. Так маған факел керек болып қалды ғой. Так жарайды былайынан қазай берейік. Осылай. Так бірақ оны қай жерде екенін мен қайдан білуге болады? Так мен үстіге барып бір факелдерді алып келейінші барып. Так хопа. Так все болды. Так мына осы екі факелді алып алайық. Так мынаны алайық. И болды, ал енді астыға қарай қазайық. Так все болды. Жоқ, бәлкім осындай бір жерлерде байалатын жәрі. Жоқ, бұндай жерлерде емес. Үйдің түбі ғой, не деген мені. Так мынаны елге ұқап кетіп факелді қойып. И сосын опаны деп үстін қазайық. Так хопа. Так все болды, астына мына жерді қойып, құлап көтчеместім. Шетелдің айтқаны шын болды ма сонда? Мәссаған, так, қазір мені үстіді бір көріп келейін ба, әлі? Жоқ, қазір күнгі қой. Так, сағықта қорлығы жоқ, сондықтан көре салайықшы, тез бар. Қазір бір шетелдер аңдып тұрса, так, сосын байлығым тағытып алып, сосын ұрып. Так, қоятырында, так, былай көрейік. Так, ешкім жоқ секілді. Так, все болды, үйге, үйге кірегенді. Мынаны байлайынан қазып алайық. И все болды. Так, онан қазып сияқшы, надоеліп кетірге сауытыр. Так, так, мынаны ашып көрегенді, Так, мынаны ашып көрегенді, так. Ойбай, мұны қатты ғой. Так, аш. Ойбай, не деген ақша анау? Мұны шымен болған ба? Так, қобылжыма. Не деген ақша мұнда? Рубиндер, алмаз, шынайы. Так, кәдімгі ақша. Мен ойбай, мен сенбей тұрмын. Голд платте дегендер бар, алтындар. Геймтонс деген бар. Не деген ақша мұнау? Так, Так, маған бірін керек. Так, қойдырына үсіге шық менді маған. Қолымдағы заттарды тазап кету керек. Айтсам қазір маған елметеріма сыймай қалды. Мүмкін жерде өтіп көп ақша. Телефон. Так, телефон бәрін сақ қоямыз. Так, все, қолмен қазай бөлей. Не деген ақша анам. Мықты үйді алам ғой мен мынамен. Так, бәрін аламыз. Біреуін қалдырмау керек. Так, мынаны. Мен сенбей тұр. Мынаны кім тасап кетеді? Бұндай ақшаны. Мына жерде примерно миллиардтан астам ақша тұр ғой. Қуанып тұрмын біреген. Так, мен түсінбегенім, мынандай ақшаны кім тасап кетті екен? Так, жерді тасап кетейік. Так, все болды. Жарайды, алмазды тасап кете саяқ, ақша көп қонсыз. Так, все болды, жауып кетейік. Ішіне тасты алайық та. Так, осыны қолға саяқ, бүйтіп жауып тасайық, все болды. Так, мына тамақтарын барын жинайық. Так, нақ қуып атыр. Былайна қояқта, все болды. Оны барлық ақшаны өзіміздің сандығымызға сақ қоямыз. Мен әлі де сенбей тұрмын. Соқта достар ше. Мынандай байлықты кім тасап кетіп жүр? Менің астап тасап кеткен жақсы болды негізінде, өзіме де пайда. Бірақ та оңай келген ақша оңай кетеді деген ырым бар негізінде. Ырым емес, сөз сияқты ма сондай. Білмеймін енді. Так, енді мен қазір огородын тазалап тастайын ба? Ойбай, шетелдер не болды? Не ақ келдіңдер? Түсінбедім, сендер не ақ келдіңдер? Қайтындар, үйді сатпайтын болды ма? Олжас, мен саған 200 миллион теңге берем. Олжас, ойларын жақсылап ойлан, Олжас. Жоқ, шетелдер тарқаңдар, баңдар, ешқандай үй сатылмайды. Менің ойланып болдым, мен үйді сатпаймын деп шешімге келдім. Сондықтан да шетелдер үйлеріңе қайта берсеңдер болады. Официально үйлеріңе қайтсаңдар болады. Олжас, өтініш, мен саған 210 миллион теңге беріп ойлашы, Олжас. Жоқ, шетел ренжімеңдер, бұл үй ешқашан сатылмайды. Официально үйлеріңе қайтсаңдар болады. Қанша айтам, неғып бір қайта келе бересіңдер, қайтпайтын адам елесіңдер. Официально үй сатылмайды. Давайындар көрінше. Так, все болды, аналар енді келмейтін шығар деп ойлаймын енді. Так, огородым тазалайын десем, менде мотыга жоқ екен. Так, қолмен тазалай берейін. Так, шынымен де мотыга жоқ екен.
Так, мен мынаны огородтарымды қолмен тазалай берейін, иә, шыныменде. Так, былайынан, так, ё-моё, менде мотига жоқтығын қараңдаршы, ё-моё, надоел. Так, бүйтіп, так, хоп, мынаны былайынан қолмен тазалай берейік. Так, достар, неге қолмен тазалап жатсың десеңдер, өйткені оңай келген ақша оңай кетуі мүмкін. Сондықтан да тазалап қояйын деп жатырмын. Не үшін десеңдер, өйткені бұл менің күнделікті жеп жүрген тамағым. Осыны мен күнделікті жеймін, сондықтан да мен бұны тазалап қоюым мүмкін. Қазір ақша егесі келіп оңайлықпен кетіп қалды мүмкін, сондықтан да тазалап қойып жатырмын. Сақтықта қорлық жоқ деген сияқты ғой, былай қарап тұрсаң. Сондықтан да қазір тез егіп тазалап тастайын. Все, міне бітіп қалдым. Все, и мынаны былай қоямыз. И болды, все бітті. Так, ал енді мынаның барлығын үйге салып келейік. Так, хоппа. Ё-моё, еске кіруім қанша. Так, все, мынаны былай салып кетейік. И сосын мына жерден бір телефонды алып алайын. И кішкене бір ақша алайын да, қазір қалаға барып, кайф абайды айтып келмеймін ба, и сосын бір қаланың дәл ортасынан бір үй алып алайын. Рубин деген қымбат зат қой, не дегенмен. Так, тоқтай тұр, маған ең бірінші Яндекс шақырып алу керек. Ой, ё-моё, анау маған керек емес қой, тапшына деп өзгеріп кетсең. Яндекске кіреміз, все.